Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті арнамыздың көрермендері. Біз бүгін Қызылорда қаласында орналасқан тағзым алаңы жөнінде сіздерге ақпараттар қысқаша беріп кетпекпіз. Қызылорда қаласындағы ер есімі ел есінде кешенді тағзым алаңы Ұлы Отан соғысы мен тыл ардагерлеріне арналған мемориалды кешен болып табылады. Бұл ескерткіштің 2013 жылы Талсуат ауылында Абай Құнанбай көшесінде салынған ескерткіш қызыл кірпіштен қаланған, пішінде үшке тағзым қабырғасын бөлінген, бас фасады бекіністі дуал түрінде жасалған. Жоғарғы жағында жеке ататын ойықтары бар, бір қабырғаның ортасында қызыл граниттен тағзым тақтайшасы орнатылған. Онда Ұлы Отан соғысы 1941-1945 жылы деп жазылған. Тақтайша астында жауынгер каскасы мен лаур бұтағы бейнеленген. Бұл тақтайша мәңгі алау композициясының рөлін атқарады. Тақтайшаның артында Ұлы Отан соғысына қатысушылардың тізімі бар тақтайшалар орналастырылған. Қалған екі тағзым қабырғасы тыл ардагерлеріне мен батыр аналарға арналған. Олардың есімдері қашалып жазылған. Бұл ескерткіш Қызылорда қаласының тарихи мәдени мұрасының бір бөлігі болып табылады және қала тұрғындары мен қонақтары үшін маңызды рухани орын болып саналады. Қызылорда қаласындағы тағзым алаңы жаңғырту жұмысынан өтті. Бұл жұмысқа жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясында республикалық бюджеттен қаржы қаралған. Қазір онда екінші дүниежүзілік соғыстан ерен ерлік көрсеткен қызылордалық батырларды еске алуға арналған ескерткіш тақталар жаңартылды. Майдангерлер есімі Архитас брендінің тақтайшаларына жазылады. Тақтайшалары бекіту үшін стеклокомпозит материалын 16 тұғыр салынған. Заманауи материалдың суға, күнге төзімділігі жоғары. Қазіргі уақытта жоспарға сай алаңның 5780 шаршы метр аумағында түрлі түсті 530 шаршы метр жеріне сұр тас төсеуіштері төселіп, бордюрлер қойылған. Демалушылар үшін 30 дана орындық орнатылып, нысан 300 метр темір қоршаумен қоршалады. Жаңғырту жұмыстары жауапты Асанасдар жауапкершілігі серіктестігі түнгі жарықтандыру шамдарын жаңалап, 10.450 шаршы метр көгалдандыру жұмыстарын жүргізді. Бейне жазба соңында сіздерге арнамызды бағалап, бөлісіп, тіркеліп өтсеңіздер, қазақ тілді арнамызды қолдап кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.